Ассаламу алейкум. Бүгін 4-ші сабақты өтеміз. Ол сабақтың тақырыбы есімдіктер. Оны басамас бұрын жаңа сөздерден танысайық. Әл-хаммам, әл-ғурфа. Хаммам деген ванна, ғурфа деген бөлме. Бөлме, ғурфа, ванна, хаммам. Хаммам деген сөзден шыққан. Бірінші, әл-байту, фил-бәйти. Әл-байту, the house, фил-бәйти, in the house. Есімдіктің түрі in. Ағылшыншалап айта берейін, түсінікті болу үшін. Түсті таңдайын жасылмен. Бірінші есімдік бізде фи. In. Бір нәрсенің ішінде. Ағылшыншалап жазылған кезде in болады. House, in the house. Келесі бізде әл-мактабу, әл-мактаби. Desk, on the desk. Аля деген бізде ағылшыншалап айтқан кезде бір нәрсенің үстінде on the desk. Партаның үстінде, кітаптың үстінде деген сияқты ғой. Әл-мактабу әл-мактаби, desk on the desk. Әл-масджиду фил масджиди, mosque in the mosque. Масджид деген бізде мешіт. Мешіт, мешіттің іші. В мечети дейді ғой, мешіттің ішінде десек те болады. Әс-сариру әл-сарири. Сарир деген бірінші сабақта өттік, кровать. The bed, on the bed. Аля деген бір нәрсенің үстінде деген ғой, кроваттың үстінде, on the bed. Ағылшыншалап айтқанда. Енді бізде сұрау есімдігін, сұрақ белгісінен байқап тұрсыздар ғой. Сұрау есімдігін өтеміз. Айна Мухаммад? Where is Muhammad? Мұхаммед қайда дейді? Хуа фил ғурфа. He is in the room. Он в комнате. Енді сұрау есімдігін белгілеп қояйын. Сармен. Айна. Орысшалап айтқанда где? Где Мухаммад? Хуа фил ғурфа. Енді келесі есімдікті байқап тұрсыздар. Хуа деген он. Орысшалап айтқан кезде, ағылшыншалап айтқан кезде he, she дейді ғой. He is in the room. Ой, кешірім сұраймын. Дұрыстап жазайыншы. Хуа деген ағылшыншалапта he. Хия деген сөз бар еще бізде. Сразу айтып кетейін. She деген. Хия. She. Енді оқи берек. Айна Мухаммад? Где Мухаммад? Хуа фил ғурфа. Он в комнате. Келесі. Уа айна Ясир? And where is Ясир? Және Ясир қайда деп тұр? Хуа фил хаммам. Он в ванной. Хуа деген он. Орысшалап айтқан кезде. Фи ішінде, хаммам ваннада. Ол ваннаның ішінде. Келесі. Уа айна Амина? Уа деген және деген сөз ғой. And where is Амина? Және Амина қайда деп тұр? Хия фил мәтбах. She is in the kitchen. Мәтбах деген жаңа сөз. Kitchen, яғни кухняда. Ол кухняда деген аудармада. Келесі. Айнал китабы? Хуа алал мактаб. Айна кітап қайда деп тұр? Хуа алал мактаб. Кітап досканың үстінде тұр. Кітап деген бізде мужской род болып тұр, сондықтан хуа болады. Аля үстінде, мактаб деген доска. Уа айна сағат? And where is the watch? Сағат қайда дейді? Және сағат қайда дейді? Хия аля сарир. Сағат деген женский род. It is on the bed. Сарир деген кровать үстінде. Ол кроваттың үстінде деп жауап беріп тұр. Келесі бізде жаттығулар. Бұл жаттығулар тура мынау сияқты. Өздеріңіз жауап беріңіздер, мына жақта жазу қиындау болады. Мысалы, айнал китабы? Кітап қайда дейді? Кітап деген мужской род, сіздер хуадан бастайсыздар. Кітап, мысалы, досканың үстінде. Хуа алал мактаб деп жауап бересіздер. Айна Мухаммад? Мұхаммед қайда? Мысалы, Мұхаммед мешіттің ішінде. Хуа фил масджиди. Фил масджид, яғни осылай жауап бересіздер. Мысалы, айна сағат? Сағат қайда дейді? Мысалы, сағат кроваттың үстінде. Сағат деген женский род, Хия
үстінде болса алял, хия аля сарир болады. Осылай жауап беріңіздер, жарай ма? Осыған қарап. Келесі, мына жерде енді біз соңындағы окончание дейді, сондай қоюымыз қажет. Мен ручка таңдайын қызылмен. Мысалы, әл-мәдраса. Әл-мәдраса ту. Естеріңіз ғой? Келесі, фил-мәдраса ти болады. Өйткені есімдіктермен осы имен аяқталады. Фил-бәйти, әл-бәйти, әл-бәйту болады. Мынаны өшірейік. Әл-бәйту. Келесі, әл-ғурфату, әл-хаммаму, фил-хаммами, фил-мәтбәхи, әл-мәктәбу, аләл-мәктәби, аләл-курси, әс-сәриру, аләл-китаби. Есімдіктермен имен аяқталып всегда. Фил-мәсдиди. Енді келесі оқып жазыңдар дейді. Бірақ сіздерге мен оқып кейбір сөздердің аудармасын айтам, өйткені жаңа сөздер бар. Так, осылай бір қатар бітірем, одан кейін мына қатар бітірем, жарай ма? Бірақ рет бойынша былай жүру керек та, шатаспас үшін мен осыны бітірейін. Бірінші, ат-талибу фил-джамиа. Толиб деген бізде студент. Ішінде джамия деген университет. The student in the university. Студент университеттің ішінде, Келесі, әйнат тәжіру. Тәжір деген бізде саудагер. Саудагер қайда деп тұр? Айна деген естеріңізде ғой, Хуа фит дуккан. He is in the market. Ол магазиннің ішінде. Немесе he is in the shop десек болады. Фи ішінде, дуккан деген магазин. Келесі, әйна Зейнеп. Зейнеп қайда дейді? Хия фил ғурфа. Зейнеп бізде бөлменің ішінде дейді. Хия, she is in the room. Келесі, әйнәл мударрис. Мұғалім қайда? Хуа фил фасл. He is in the class. Ол кластың ішінде. Келесі, әш-шамсу уәл-қамару фис-самау. Әш-шамсу деген бізде күн, уәл-қамару және ай ішінде деп тұр. Аспанның ішінде деген тұр аудармасы. Келесі, әр-раджулу фил-мәсджид. Раджул деген бізде ер адам. Ішінде, мешіттің ішінде. The man in the mosque. Келесі, әл-қаламу аләл-мәктәбі. The pen on the desk. Яғни, ручка тақтаның, яғни досканың үстінде, аля үстінде, мәктәб деген доска. Келесі, әйнәл уарақа. Where is the paper? Парақ қайда дейді. Хуа аләл мәктәб. Парақ деген мужской, сондықтан хуа болады. Женский болса хия болатын еді. Парақ аля үстінде, мәктәб досканың. The paper on the desk. Келесі, әйна ясир. Ясир қайда дейді? Ер адам сұрап отыр. Хуа фил мирхат. Мирхат деген бізде туалет деген сөз. He is in the toilet. Он в туалете деген аударма. Келесі, мән фил фасл. Фасл деген бізде класс деген. Who is in the class? Классың ішінде кім бар деген сөйлем. Мән деген. Кто фи в классе. Кто в классе? Түсінікті ғой, Енді келесі тапсырма салыстырыңдар дейді. Бізде мына қатардың барлығы мужской род, мына қатардың бәрі женский род. Өйткені ер адамның аттары, мыналар әйел адамның аттары. Екеуіндегі айырмашылықты қазір айтам. Мухаммадун Аминату. Ер адам аттары ун мен аяқталса, әйел адамдардың аттары у мен аяқталады.
Қазір сызып қояйын сіздерге. Мына жерден түс таңдайын, көк түс таңдайын. Мұхаммадун, ун деген жоғау иә. Әминату. Үнемі адам есімдерінен келген кезде осымен аяқталады. Келесі Халидун, Хамидун, Ясирун, Аммарун, Омар деген, Саидун, Алиюн, Аббасун. Келесі женский род енді әйел адам аттары. Аминату, Зайнабу, Фатимату, Марьяму, Айшату, Хадижату, Сафияту, Руқияту. Енді мына жерде жаңа адамдардың аттарына жаңағы жалғауларды қоямыз, жаттығу үшін. Қараңыздар, Хамидун ер адамдар унмен аяқталады. Зайнабу әйел адамдар умен аяқталады. Амина ту, Амина, Аммарун, Омар, Саидун ер адам, Фатима ту болады, Фатима, Марьяму болады, Алиун, Халидун, Аббасун, Айшату, Айша деген, Айшату, Мұхаммадун, Сафияту, ойнау иә, Хадижату. Міне Хадижа, Хадиша қазақшалап айтқан кезде. Осымен 4-ші сабақтың 1-ші бөлімін аяқтадық. Осыны жақсылап пысықтап жазып алыңыздар, жарай ма? Қайталаңыздар. Келесі сабақта 4-ші сабақтың 2-ші бөлімін қарастырамыз.